Қоян сүтқоректі жануарлар әлеміндегі кеміргіштерге ұқсас жануар. Қояндар ұйықтағанда көздерін жиі ашық ұстайды. Көздері ашық болса да қояндар терең ұйықтай алады. Қояндардың тістері өмір бойы өсіп тұрады. Сондықтан олар ағаш бұтақтары немесе қатты тағамдарын кеміріп тістерімен қажайды. Қояндар өте жақсы секіреді. Бір секіргенде 3 метрге дейін алға және 1 метрге дейін биікке секіре алады. Қояндар терлей алмайды. Олар температурасын құлақтары арқылы реттейді. Ұзын құлақтары арқылы артық жылуды шығарады. Қояндарда 360 градусқа жуық көру бұрышы бар. Яғни олар басын бұрмай-ақ айналасындағын бәрін көре алады. Қоян өте таза жануар. Олар мысықтар сияқты өздерін жиі тазартады және жөні әрдайым таза болуын қадағалайды. Қоян туралы ақпарат сіздерге ұнады ма? Достар, келесіде тағы қандай табиғат ғажайыптарын таныстырайын. Пікір жазып қалдырсаңыз, міндетті түрде айтып беремін. Арнама любіл басуды ұмытпаңыздар.